Айран мен минералды газдалған су қосылған окрошка. Суға піскен жұмыртқаны 4 бұрыштап турап шығамыз. Орташа қалыңдықта. Суға піскен картошкамызды 4 бұрыштап тураймыз. Вареный колбасаны да турап шығамыз. Вареный колбасаның орнына суға піскен тауық етін қоссаңыз да болады. Екі 250 грамм редискамызды да 4 бұрыштап майдалап турап шығамыз. Қиярды да орташа қалыңдықта 4 бұрыштап тураймыз. Тез және оңай дайындалатын тағамның түрі жаздық окрошка. Өте дәмді шығады. Көкпияз бен укропты да майдалап турап шығамыз. Лимонды 4 бөлікке бөліп, 1 бөлігін аламыз. Қалаңызша тұз қосамыз. Татымына қарай тұз. Жақсылап араластырып шығамыз. 500 грамм минералды суымызға айран қосамыз, лимонды сығамыз. Жақсылап араластырып, окрошкамызға құямыз. Өте дәмді окрошка дайын.